алдымен ерекше баланы тәрбиелеп отқан ата-анаға мен бас. Қайырлы күн. Бүгін біз номер 1 подкастымыздың 4-ші шығарылымы ерекше әлем деп аталады. Жалпы қоғамда көп айтыла бермейтін, бірақ күнделікті өмірде біраз отбасының шынайы өмірі жайлы айтылады. Бүгінгі біздің қонағымыз ерекше балаларға арналған орталықта бірнеше жыл қызмет жасап келе жатқан әлеуметтік маман Азиза Сидоллақызы. Азиза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, қайырлы күн. Және менің серіктесім, ақын қызым Әлия Іңкәр. Жалпы қоғамда ерекше бала дегенді көп түсіне бермейді. Ерекше бала деген ол кім? Ерекше бала дегеніміз ол өмірдің бізге берген үлкен сабағы. Ерекше балалар бізге мәселе емес, оны жауапкершілік деп қарауымыз керек. Егер осы қоғамда адамдар арасында адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасы егер жақсы болатын болса, ерекше балаларға да солай жақсы көзқараспен қарау керек деп білемін. Жалпы орталыққа барғандағы алғашқы эмоция, реакцияңыз қалай болды? Орталыққа барғанда мен жалпы өмірде жүргенде, көшеде жүргенде ерекше балаларды көзбен көрмеппін. Мүмкін мен мән бермедім ба? Орталыққа барған кезде алғаш балаларды көргенде, олардың көздерін, мөлдіреген көздерін көргенде менде өте қорқыныш болды, үлкен қорқыныш болды, толқу болды. Кейін олармен байланысқа түсе бастаған кезде үйрене бастадық, жақсы көріп бастадым, махаббат пайда болды, арамызда жылулық пайда болды. Қазіргі таңда сіз қанша жылдан бері жұмыс істеп жатырсыз? Орталықта 2021 жылдан бастап жұмыс атқарып келемін. 5 жыл аз уақыт емес, ол уақытта қандай сіз үшін жалпы адамның ішкі көңіл күйі өзгереді ғой, сол әсері қандай болды? Бұл уақыттар менің өмірлік бағытымды өзгерткен сәт болды деп айта аламын. Басында үйрене алмадым, қорқыныш болды. Енді жаңағы айтқандай арамызда махаббат болды. Сонымен қатар жұмыс жасау барысында нәтиже ғой, бұл жерде бірінші мәселе нәтиже. Бала орталыққа келіп жатыр, ол жерде нәтиже бірінші мәселе болып танылады. Сондықтан баланың әрбір басқан қадамы, әрбір нәтижесі бізге үлкен қуаныш сыйлайды, үміт сыйлайды. Ата-анамен байланыс, қатынас қалай қалыптасады сіздерде? Енді орталық пен ата-ананың арасындағы ол көпір бала болып тұр ғой, ерекше бала болып тұр. Сондықтан ата-анамен байланыс өте тығыз болу керек бірінші кезекте. Яғни ата-ана орталыққа келеді, өзінің баласын алып келеді, қарайды, қандай орталық бұл, менің балам бұл жерге үйренісе ала ма деген сияқты қорқыныштар ата-ананың жүзінде тұрады. Енді біз сол бірнеше жыл жұмыс атқару барысында ата-ананы көреміз. Қандай сұрақ қойғысы келіп отқанын да көреміз, білеміз. Соған қарай жауабын береміз. Орталыққа баласын қабылдаймыз, адаптациядан өтеді. Сондай моменттер болған соң ата-анамен күнделікті тығыз байланыс жасаймыз. Яғни баласы адаптациядан өткен соң жақсы жағына өзгере бастайды. Біз ата-анамен байланыс кезінде баланың қиындықтарын да айтып отырамыз. Балаңыз керемет, бүгін үйренді демейміз, оның қиындықтарын да, қандай агрессия көрсетті бүгін, сол сияқты моменттерді бөлісіп отырамыз. Ата-анамен күнде байланыс болғандықтан, әр уақыт сайын, сағат сайын байланыс болғандықтан, ата-ана уже бізге сене бастайды. Баласы сенімді орталықта екенін, сенімді қолда екенін түсіне бастайды. Олар да сенім артады бізге. Сондай бір тығыз байланыстар қалыптасып жатады ортада. Ал орталықта жас ерекшелігі бар ма балалардың? Орталықта бізде 3 жас пен 18 жас аралығында балаларды бар. Жас ерекшеліктері 3 пен 18 жас аралығында, бірақ барлығы бірге жүре ма әлде? Жоқ, жастар 3 жас пен 18 жас аралығында, бірақ жас ерекшелігіне де қараймыз, сонымен қатар балалардың диагнозына да қараймыз. Баланың общий состояниесіне, жалпы өзін-өзін ұстауы деген
сол состояние қарай жаңағы бөлме кабинетке бөлініп ұсталынады балалар. Бұндай орталық бар екен, жалпы біздің қоғамда бірі білсе бірі біле бермейді. Осы бағытта қандай? Иә, өте сұрағыңыз орынды. Көп ата-аналар жалпы бір отбасында осындай ерекше бала туылса, ата-ана оны жасыруға тырысады, туысқандарына, таныстарына деген сияқты көрсетуге ұялады. Мен айтар едім, ұялмаңыздар, енді ол да Алланың жаратылысы ғой, ерекше бала туылды. Арнайы осындай күндізгі орталықтарға беру керек. Балаларда результаттар, нәтижелер өте көп болып жатыр. Баланы үйде ұстамай, керісінше осындай қоғамға бейімдеу керек. Сонда бала өзін толыққанды ашады, толыққанды ортада, көпшілік ортада өзін қалай ұстау керек екенін үйренеді. Солай айтқым келеді. Өте дұрыс айтасыз. Шын мәнінде біз қоғамдық орындарда, көліктерде, кез келген жерде сондай ерекше балаларды көргенде біздің қоғамда біртүрлі көзқараспен қарайды. Ол біртүрлі дегенім қорқып қарауы мүмкін, біреулер үркіп қарауы мүмкін. Біз енді сондай қоғамның деңгейіне өскен жоқпыз. Орташа деңгейде тұрмыз, ал басқа өркениетті елдерде норма саналады бұндай жағдай. Себебі ешкім өз тағдырын таңдап алған жоқ. Ол баласы сондай болса екен деп ата-ана да тілемейді деп ойлаймын. Сондықтан ата-аналар оны жасырмауына, керісінше қоғамға бейімдеп, бір қоғамның мүшесі ретінде баулып жібергеніне өте жақсы орталық деп білеміз сіздерді. Ал нәтижелер қалай? Сіз нәтиже деп айтып отырсыз. Мысалы, сол орталықта бір күн қалай өтеді? Бір күн. Енді бір күніміз жоспар бойынша өтеді, бірақ енді баланың жағдайына қарай, оның таңертеңгі көңіл күйіне қарай икемделеміз. Баланы жылы қабақпен күтіп аламыз. Оның таңертеңгі көңіл күйі қалай болады, солай кешке дейін солай болады дегендей ғой. Сондықтан жаңа сабақтар өткізіледі, сенсорлық жаттығулар өткізіледі. Жаңа диагнозына қарай балаларға әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Яғни қимыл қозғалысын реттеу үшін массаж, ЛФК сияқты мамандар өзінің қызметтерін көрсетеді. Сонымен қатар сабақ барысында, қызметтер барысында ойын-сауық моменттер өткізіледі. Соған қарай жоспар бойынша жұмыстар жасалынып жатады. Бір күніміз солай өтеді. Мысалы, эмоционалды күйзелісті қалай игересіздер, қалай өтесіздер сондай күйзелістен? Ондай балалармен жұмыс жасаған кезде? Ерекше балалармен жұмыс жасағаннан кейін кейбір балалар енді өте гиперактивный болып келеді. Ондай табиғи нәрсе, күйзеліс болу, кейде ата-анамен мәселелер болып жатады. Олар балаға ғана емес, ата-анаға да көмек қажет болады. Сол кезде енді қолымыздан келгенше біз көмек беруге, сөзбен болсын, іс-әрекетпен болсын, көмектесуге барынша тырысамыз. Енді ондай күйзеліс моментте мен өзім жеке басым шай ішем, музыка тыңдаймын, жаңағы кішкене тынышталып, солай моменттермен енді қарапайым сондай нәрселер күйзелісті азайтады. Солай енді өз-өзімізге келеміз. Бұл жердегі ең бастысы баланың нәтижесі. Сізге қарап күлімдеуі, өзіңе қарап күлімдеген кезде ол күйзелістің бәрі ұмыт қалады. Қандай қасиеттер болу керек адамның бойында сондай ерекше баламен жұмыс жасау үшін? Керемет сұрақ. Енді бұл жерде тек қана әлеуметтік маман деп жатсыздар ғой. Бұл жерде тек қана білім емес, біліммен бірге тәжірибені ұштастыру ол өте қиын. Шыдамдылық керек, төзімділік керек. Әр баланың өзінің ерекшелігі бар. Бір бала тіпті сөйлемейді, бір бала тіпті кешке дейін жылайды. Соның бәрін өзінің ерекшелігіне қарай қабылдау керек маман. Қабылдай білу, сонда икемділік, шыдамдылық, сабырлық деген бірнеше қасиеттерді айтар едім мен. Жақында мен біздің бір алыс туысымызбен кездестім. Жалғыз ұлы сондай диагнозбен, енді ерекше бала. Бірақ осыдан 5 жыл бұрын көргенде
10 жаста болды. Қазір енді подросток деп айтамыз ғой, сондай кезеңде, жасөспірім кезеңінде. Бойы да өскен, өзі де мүлдем өзгерген. Яғни балада өзгеріс, физикалық тұрғыдан өзгеріс бар. Өзі өскен, шашы, стилі, адам тұлға ретінде өзгерген. Бірақ анасы маған айтты, ешқандай даму жоқ. Өзі айтты, даму жоқ, сол бұрынғыдай, ойлауы да сол бір бағытта. Яғни физикалық тұрғыдан дамығанымен ойы, миы, яғни санасы ешқандай да даму жоқ деп осындай енді мұңын шағып айтқан болатын. Бірақ сіз айтқандай эмоционалдық жаттығулар жасайды. Оның бәрі күнделікті еңбек деп ойлаймын. Өте үлкен еңбек, иә. Енді ондай балалар бар. 18 жасқа дейін деп айттық қой. 16 жасқа келген балалар бар бізде, бірақ санасы, өзін ұстауы 3 жас баласымен бірдей болып келеді. Енді олар әлеуметтік қызметті қажет ететін бала болып саналады. Әлеуметтік қызмет дегеніміз не кіреді оның аясына? Бізде орталық бойынша 8 әлеуметтік қызмет бойынша осы ерекше балаларға қызмет көрсетеміз. Оның ішінде жаңағы медициналық, мәдени, экономикалық, заң жағынан тоже жаңағы қызметтер көрсетіледі. Бытовой деп айтады. Жаңағы бала үйінде қасық ұстауды білмейді, элементарный, мысалы шай ішуді білмейді, стаканмен су ішуді білмейді, соның бәрі бытовой арқылы үйретіледі бізде. Сол әлеуметтік қызметтер бойынша қызмет алады ерекше балалар. Сіздердің орталыққа мемлекеттік қолдау бар ма? Иә, мемлекеттік қолдау бар. Осы 8 әлеуметтік қызмет бойынша біз табиғи жолмен қызмет көрсетеміз балаларға. Яғни кей жерлерде аппараттар болады. Яғни баланы полный сол аппаратқа салып қояды да, аяғымен жүргізеді. Ал бізде барлығы табиғи жолмен, қолмен жасайды, қолмен массаж жасайды, қолмен ЛФК жасайды деген сияқты. Вот солардың арқасында нәтижелер өте көп болады. Ол мамандар, арнайы мамандар бар ғой демек. Сіз айтқандай музыка болса, бұл өнер жағынан баулайтын, заң жағынан тәрбиелейтін. Себебі бұл балаларды біз қоғамға шығарғымыз келеді, бірақ ашық қоғамға шығып кеткенде балаларды бөлетін бір жағынан адамдардың көзқарасы бар, шабуыл. Бір жағынан балада қорқыныш бар. Балада болғанда тұлғада қорқыныш бар. Себебі ол барьерлер неше түрлі. Жаңағы жол көлік оқиғалары болуы мүмкін. Бағдаршамнан өте алмау, жолдан өте алмау секілді. Осындай мамандар сіздерде қарастырылған болып тұр ғой деймін. Қарастырылған, жаңағы атап өткен 8 әлеуметтік қызметтер бойынша соның әрқайсының өзінің мамандары болады. Яғни медициналық деп айттық қой. Медицинада дәрігер болады, және ЛФК маманы кіреді, массаж маманы кіреді. Яғни ол жаңағы диагнозына қарай балалар бөлінеді ғой. Бір балалар массажды қажет етпейді, бір балалар қажет етеді деген сияқты. Сол бойынша қызметтер көрсетіледі. Жаңағы арт-терапия болады, түстерді ажырата алмайды. Мысалы, жаңа бағдаршамнан өту үшін түстерді білу керек. Қызыл түс жанғанда тоқтайсың деген сияқты. Сол түстерді үйрететін арнайы мамандар бар. Сол бойынша жұмыстар жасалынады. Ал өнерге баулу жағынан қандай? Білесіз бе, жақында бір байқау өтті. Біздің орталығымызда бір әнші бала бар. Ерекше енді ол бала. Әнді керемет айтады. Сол жерде біз жүлделі орынды алып қайттық. Ол өнер жағынан болды. Енді қол өнер жағынан бір баламыз бар. Қазақша әшекей бұйымдар бар ғой. Соны прям өзінің ойынан құрастырып, дизайн құрастырып, өзі жасап шығады. Сондай бір енді оның бастамасында жаңағы мамандар көрсетті, олар қарай алып кетті. Сондай бір нәтижелер, керемет нәтижелер болып жатыр бізде. Біз айтып отырған ол ерекше балалар басқа жағынан, Құдай сол жағынан мүмкін кем болғанмен,
бір Басқа бағытта жағынан. өте талантты болады. Көп жағдайда естіп жатамыз. Ол түстердің керемет ажырата алатын болуы мүмкін. Машинаның маркаларын үлкен адамнан артық білуі мүмкін. Мысалы 5 жастағы ерекше бала. Сол сияқты сіздер талантын көріп, соны ары қарай ашуға ашуға жұмыс жасаймыз, иә. Тағы бір бала болатын, бірнеше елдің астанасын жатқа білетін. Енді оны біз қарапайым, біз жатқа білмейміз ғой, ұмытып қаламыз кейде. Ауыл жатқа білетін. 50 елдің, ұмытпасам сондай, өте көп елдің астанасын жатқа білетін. Өзі жаттап алған ол. Жаңа кітаптардан қарап, картадан қарап деген сияқты. Ерекше баласы бар ата-анаға қандай кеңес берер едіңіз? Алдымен ерекше баланы тәрбиелеп отқан ата-анаға мен басымды иер едім. Басымды иіп рахметімді айтар едім. Өйткені ерекше баланы тәрбиелеу оңай емес. Кейбір отбасы бар, ерекше бала туылған үшін әкелері тастап кетіп жатқан отбасылар бар. Аналары өздері асырап отқан отбасылар бар. Енді күйзеліске түспеңіз деп айтар едім, айтуға оңай. Енді бірақ олардың жан дүниесін біз сезіне алмаймыз, дегенмен де сөзбен, іс-әрекетпен қолдау білдіруге тырысамыз. Күйзеліске түспеңіз деп айтар едім. Балаңыздың әрбір нәтижесіне қуана біліңіз. Егер ата-ананың көңіл күйі, ананың әсіресе көңіл күйі жақсы болса, ол балаға әсер етеді. Баланың да көңіл күйі жақсы болады. Сондықтан кейбір аналарға енді психологиялық жаңағы психологтың, маманның көмегі керек болып жатады ғой. Сондай уақытта ұялмаңыз, барыңыз, ашылыңыз деп айтқым келеді. Күйзеліске көп түсіп жүрген ата-аналар бар. Сондықтан баласын кейбір ата-аналар қабылдай алмай жүрген отбасылар бар. Қабылдап, қалай бар енді солай туылды, қабылдап, мейірім танысу керек деп ойлаймын. Ал психологиялық қолдау көрсететін сіздерде мүмкіндіктер бар ма? Ата-анаға? Иә, бізде психолог маманы бар. Баламен, сонымен қатар ата-анаға да. Егер ата-ананың жеке сұрағы болатын болса, келіп сұрағын қояды. Сосын жаңа заң жағынан дедім ғой. Отбасылық бір мәселелер болған кезде бізде заңгеріміз бар орталықта. Олар заң жағынан сұрақтарына жауап беруге тырысады. Көмектесуге дайынбыз. Бізде көп жағдайда жаңа психологқа баруды ұят көреді, немесе кейде адам өзі білмейді стрессте жүргенін, депрессияда жүргенін. Ол қалыпты нәрсе болып кетеді. Күнделікті оянған сияқты, күнделікті тамақ ішкен сияқты. Сол стресстің құрсауында, стресстің маңайында өзі жүргенін сезбейтін де кездер болады. Сіз өте өзекті тақырыпты айтып отырсыз. Бұл ерекше балалар өмірге келгенде көбінесе ерлер қауымы бас тартады. Ондай жағдайда енді үлкен жауапкершілік, бір жағынан мүмкін адамның жоғарғы мені дейді ғой, эгосына мүмкін қатты ауыр тиетін шығар. Не себепті бізде бұндай болып жатыр, не себепті кеше ғана өте жақсы семья құрылды, сондай жанұя болды, одан кейін туылған бала неге бұлай деп. Көп жағдайда неге деп сұрай бергенде ол Құдайда сондай неге дәл менің басымнан бұндай жағдай өтіп жатыр деп пенделер көп сұрайды ғой Құдайдан. Осындай жағдайда ерлер қауымы бас тартып кетіп жатады, жүк ананың мойнында қалады. Яғни бала анаға ғана керек сияқты кейде маған осылай көрінеді біздің қоғамда. Тіпті ол баласы ерекше емес, кәдімгі қалыпты, дарынды, тіпті дарыны болмаса да қарапайым бала болса да, біздің қоғамда бала анаға ғана қажет деген бір түсініктер бар. Түсінік бар, иә, қоғамда солай. Енді сол қоғамға қандай маңызды ой айтар едіңіз? Енді ерекше баланы көтере алатын ата-анаға береді деп айтады ғой, сынақты. Енді қоғамға айтарым, ерекше екен деп қарамаңыздар. Бұл ерекше бала мәселе деп қарамау керек. Бұл енді өмірдің бізге берген сабағы ғой, сынақ емес, сабағы деп айтар едім. Сондықтан оларға да мейірім таныту керек, көмек көрсету керек.
кейбір жерде түсінік бар, осындай орталықтар бар ғой енді. Кейбір ата-аналар көмек қажет етеді. Сол кезде кей кісілердің айтатыны, ол ерекше балалардың әке-шешесі бар ғой, жетім емес қой, деген сияқты ойлар болады. Олар жетім емес, әке-шешесі бар, әкесі бар, немесе анасы бар деген сияқты. Бірақ олар ерекше жаратылыс. Сондықтан оларға барынша көмек қолын созсақ, мейірім танытсақ, ол өзіміздің өмірімізге оң әсерін берер еді. Біз мүмкін көрмеуіміз мүмкін оны, бірақ оң әсерін береді. Мен оны сеніммен айта аламын. Жалпы сіздің орталыққа келуге қандай құжаттар керек? Біздің орталыққа келу көп құжатты талап етпейді. Жалпы баланың жаңағы жеке көк қағазы болады. Сонымен қоса жаңа ВТЭК деп айтады ғой, содан берілетін, әр баланың өзінің деңгейіне қарай берілетін қағазы болады. Сол қағазда қажетті жаңағы подгузники беріледі ма, немесе ортопедический аяқ киімі беріле ма, коляскасы беріле ма, сол сияқты пункттер жазылады. Сол жерде күндізгі бөлім деген пункті болады. Сол пункт болса, орталыққа келу. Бір айта өтетін тағы бір мәселе, 3 жас пен 18 жас аралығында орталық тегін қызмет көрсетеді. Тегін қызмет көрсетеді. Яғни көп ата-ана оны біле бермейді. Үйде ұстайды, на дому деп айтып жатады. Енді әлеуметтік қызметкерлер келіп қызметін көрсетеді үйде. Баламен ойнайды, әлеуметтік қызметін көрсетеді. Ал орталыққа келетін болса бала, керісінше оның несі ашылады. Көп балалармен ойнайды деген сияқты. Қабілеті ашылады. Енді ойнағанда ол сырт көзге қарапайым көрінуі мүмкін. Бірақ ол жерде қаншама өзгерістер болып жатыр. Қаншама қабілеттер ашылып жатыр. Ойнайды. Ана баладан бір сөз айтса, ана бала үйренеді соны. Сосын үйіне барады да, сол сөзді айтып барады. Сол кезде ата-анасы қуанады. Мен балам уже сөйлеп бастады деген сияқты. Бізде бір жаңағы қыз болды, айттым ғой. Прям арамызда махаббат болды. Сол қыз орталыққа келген кезде мүлдем сөйлемейтін. Тек жылай беретін. Сөйлемейтін, жүрмейтін. Бір енді махаббатым, жылулығым түсті сол қызға. Сонымен жаңа қызметті көрсету барысында күндер өтті, айлар өтті. Жарты жылдың ішінде жаңа қыз қадам жасап бастады. Жаңа 1-2 қадам жасайды да құлап қалады. Жаңадан еңбектеп келе жатқан бала болады ғой. Сол секілді қорқып отырып қалады. Тағы да тұрады да 1-2 қадам жасайды, тағы отырып қалады. Сөйтіп ол қыз жаңағы енді мамандардың да ол жерде еңбегі орасан зор. Әрине. Мамандардың қолдауымен ол қыз жүріп кетті. Қорқынышын жеңді, сенесіз ба, ол қыз сөйлеп кетті. Сөйледі. Мүлдем сөйлемейтін, мүлдем жүрмейтін қыз сөйледі, жүрді. Сондықтан ата-анаға айтар едім, қорықпаңыздар, алып келіңіздер орталыққа. Енді басқа да қырларынан ашылуы мүмкін бала. Жарайды, ол отыратын болсын, ол жүрмейтін болсын, бірақ қолынан іс келуі мүмкін ол баланың ше. Мүмкін сөйлеп кетуі мүмкін жүрмесе де. Сахнада тұрып өлең оқыса да, ол ата-ана үшін үлкен қуаныш. Жеңіс қой, қуаныш. Енді біздің айналып кеп біздің қоғам деп айтып отырмыз ғой, бірақ сол қоғамның бізде мүшесіміз. Ол ата-аналар не себепті қорқады, не себепті қашады, қазақша айтқанда. Жаңағы изоляция дегендей, баланы шектеп, үйден ғана шығармай, 4 қабырғада ұстап отыратын себебі сол қорқыныштан. Ел не айтады екен, балам бір нәрсені бүлдіріп қояма дегендей қорқыныштар болады. Осы орайда сіздердің орталықтарыңыз үлкен мүмкіндік сияқты көрініп тұр. Себебі сөйлемейтін баланы сөйлеуге баулу, жүргізу, оның бәрі үлкен жеңіс. Бірақ біз жасырып айтып отырмыз ғой, тырнақшаның ішінде ерекше бала деп. Ол қандай балалар? Ол жүрмейтін бала ма? Ол әлде ақыл ойы кеш дамып жатқан бала ма? Біз осыны ашып айта аламыз ба? Ерекше бала, енді ол диагнозына қарай бөлінеді балалар. Енді орталық жағдайында айтатын болсам, жаңа ДЦП балалар, сал ауруы балалар,
аутизм қазір соңғы 2 жылда аутизм өте көбейіп кетті. Синдром Дауна диагнозындағы балалар, жаңа ақыл ой кемістігі бар балалар, солар бойынша орталыққа балаларды қабылдаймыз, соларға тегін қызмет көрсетеміз. Енді ата-аналарда қорқыныш бар, мен балам неге бұлай туылды, жаңа сұрақ қой, неге ұялады, осылардың отбасында осындай бала туылған деген сияқты. Енді қоғамдағы көзқарас әлі де басқаша. Сондықтан көп ата-аналар енді қорықпаңыздар, солай бала туылды, орталықтарға алып келіңіздер, оның зейіні ашылады, дамиды. Қоғамда, ортада, көпшілік ортада өзін ұстауды ең алдымен соны үйренеді. Ең болмағанда соны үйренеді. Сонда енді ата-анаға ол жағынан қиындық тумайды. Сіз жоғарыда айтып өттіңіз ғой, соңғы 2 жылда ерекше балалардың саны артып кетті деп. Соған байланысты сіздерде бір статистика, деректер, сондай нақты зерттеулер бар ма? 2025 жылдың 1-ші тоқсаны бойынша, статистика бойынша айтатын болсақ, енді аймаққа бөліп айтсақ, ең осындай көп балалардың туылуы ол Алматы қаласы бойынша. Алматы қаласы 1-ші орында тұр, өкінішке орай. 2-ші Түркістан облысы. 3-ші орында, енді осы 3 аймақты атап өтсем, 3-ші орында Жетісу облысы, енді Алматы 2-ге бөлінді ғой. Жетісу облысы, Панфилов ауданы деп айтар едім, Жаркент қаласы. Осы аймақтарда ерекше балалардың туылу саны көптеу болып тұр, өкінішке орай. Ол ерекше балалардың туылуына не себеп, солай туылуына? Енді көбінде тұрмыстық жағдайға да байланысты болып келеді. Ананың көңіл күйіне де байланысты, ананың денсаулығына да байланысты, әкенің де рөлі енді маңызды ғой бұл жерде. Сондықтан жаңа жоғарыда айтып өткендей, қоғам, адамдар бір-біріне жақсы қарым-қатынаста болса, бір-біріне мейіріммен қараса, ондай мәселелер мүмкін аз болар ма еді. Сіз айтқан статистикаға менің ойымша Алматы енді үлкен мегаполис қой. Одан кейін Түркістан облысы, одан кейін бұрынғы Алматы облысы, яғни Жетісу. Меніңше бұл тұрғындардың санына да байланысты бір статистика шығар. Негізінде әр аймақта да осындай балалар бар. Өкінішке орай енді біз оны қазір ешқандай да әлем бойынша менің ойымша емі табылмай жатыр. Әлемде оны күн баласы, күннің баласы деп осындай ат қойып айдар тағып жатыр. Енді мүмкін мынандай да бір деректер бар. Олар күн планетасынан келген балалар деп, жаңағыдай жарық сыйлаушы. Сіз қайта-қайта сөзіңізде айтып отырсыз ғой, мейірімді болу керек, қоғамда ол балаларға да мейірім керек, отбасында да мейірім жетіспейді деп. Сонда бәлкім, енді бұл да бір менің тұжырымымда, бәлкім адамдар сондай қатыгездікке ой алдырып кеткенде мейірімге ұмтылу үшін жіберген белгі болуы мүмкін, бұл бір сабақ болуы мүмкін. Енді сынақ деп айта алмаймыз. Дегенмен де осындай ерекше балаларға, күндей балаларға қарап біз үлгі алуымыз керек. Керісінше солардан үйренуіміз керек секілді. Олар бізге сондай бір сабырлықпен, төзімділікпен, тағы айтатын болса мейірімділікпен өмір сүруге үйретеді бізді. Олардың жүзіне қарағанда шүкіршілігің, былай айтқанда енді шүкіршілігің артады. Сондықтан мейірімді болайық. Азиза, бүгін біздің шақыртуымызды қабыл алып келгеніңіз үшін көп рахмет. Сіздерге күш қуат, сабыр, төзімділік, шабыт тілейміз. Рахмет, сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырыбымыз өзекті болса, пайдалы болса, бөлісіп, лайк басып, пікіріңізді білдіре отырыңыз. Сіздің пікіріңіз біз үшін маңызды. Келесі қонақ ретінде кімді көретініңізді жаза отырыңыз. Келесі көріскенше.